шашты бірінші тақырып алып жатқан кезде Дильназ, чувствуешь сам прям қатты переживает, короче. Бірдеңкеге поддержка не етейік деп түсіндіріп. Мен шашым қырқып тастайын, короче. Мен шашымды қырқады, короче. Кейін успокаивать етіп, бәріміз бүйтіп, о деп беселетіп стенаға дейін, короче, ойнап, чотам деп, короче, нормально деп бәріміз енді не тұрмыз ғой. Туда содан кейін уже кадрға отыру керек, короче. Она такая, что, болды ма? Болды ма? Қайта, короче. И уже все, отырамыз, свет поставили, все, долго. И содан кейін Аянға айтамын, давайте 2 дубль қылып түсірейік. Басында жартысын бүйтіп тастаймыз да. А потом басқа ракурс қоямыз да, крупнее, короче. И қалған жартысын алып тастаймыз. Жоқ, сендер айтыңдар, знак береміз дедіңдер. Если болмай жатса, ортасын, басын шетінен бастап ал. Знак береміз, болмай жатса стоп, и сбоку деді. И, короче, уже ортасына келіп қалдым. Стоп деген команда жоқ. Брат, кайф. Мен еще андай болды, типа, мен есіктің қасында тұрмын. Я вижу, что кадр, очень крутой. Сразу, типа, это было понятно, что это капец. И Аян деген бүйтіп алып жатыр да, и технично ерін қозғалтпай сөйлеп жатыр да. Алып бердің ба? Или до конца ма? До конца ма? Сондай бірдеңе келіп жатыр, мен де, ары қартай. До конца. И şimdi, мама. Біз бәріміз анаяқта отырып қана плейбекке қарап кішкене. Менде әлі күнге шейін видеосы бар. Иришка бәрімізге айғайлайды. Таптар, всем тихо, никто не разговаривает. Всем тихо, блядь, снимаем это, никто не двигается. Все вот так вот сидим. Бәріміз плейбекке қарап. Бүкіл съемочный команда жиналды ғой былай артымыздан. Бәрі жиналды. Бәріміз қарадық та, и өзіміздің проектлерімізге авторный площадкаға шығамыз Қазбекпен постоянно. Именно мына проектте аңдай болды. Сценаны соңына дейін қарамай былай бұрылып кететінші. Қиын өйткені. Дильназдың шашын алып атқан кезде мен қыздарға қарасам, қыздардың бәрі жылап отыр. Бәрі жылап отыр. Мен түсінемін да қиын екенін. Сосын қараймын, уже Дильназдың жарты шаш кетіп қалыпты да, мен уже тоже не могу смотреть. Өйткені қиын, и тек шаш алу ғана емес, негізі көп сценалар болды сондай.